Кайырлы күн, кымбаттуу достар. Дәл қазір Құрманғазы мәдениет сарайында Атырау облысы жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен жастар таңдауы Атырау қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен 13-ші Дельфий ойындарының ашылу салтанаты өтуде. Биылғы Дельфий ойындарына қатысушы өнерлі жастар 20 бағыт бойынша сыналатын болады. Олай болса, Атырау өңірінің түкпір-түкпірінен келген талантты қатысушыларымыздың өнерлеріне бірге куә болайық. Жалпы Дельфий ойындарының мақсаты жас таланттарды шығару, оларды үлкен сахнаға шығару, бір-бірімен тәжірибе алмастыру, одан кейін облыстық сайыстан кейін республикалық сайысқа жолдама беру. Ең негізгі мақсаты біздің облысымыздың жас таланттарын шыңдау, ең мықты деген талантты жастарымызды республикалық Дельфий ойындарына жіберу. Қатысушыларға тілегім сәттілік, ешқандай мұңаймасын, егерде өтпей жатырса республикалық сайысқа оны тоқтамау керек деп ойлаймын. Жылдағы дәстүр бойынша биыл Атырау облысы жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен жастар таңдауы Атырау қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен Дельфий ойындарының 13-ші кезеңі бастау алды. Дельфий ойындарының мақсаты талантты жастарды қолдап, оларға тәжірибе жинауға мүмкіндік беру. Бұл ойынның басқа ойындардан ерекшелігі, мұнда әртүрлі жағдайдағы жандар қатыса алады. Дельфий ойынына қатысқан үздік қатысушы республикалық байқауға жолдама алатын болады. Биыл Дельфий ойындарына 200-ге жуық қатысушы өтініш білдірген, және ойынға қатысушы өнерлі жастар 20 бағыт бойынша сыналды. Біз осы Дельфий ойындарына жақсы дайындықпен келдік. Қарсыластарымызға сәттілік тілейміз. Алдағы осы биыл өткен жылы қатысқан болатынбыз осы Дельфий ойындарына. Биыл тағы өзіміздің бағымызды сынап отырмыз. Жеңеміз деген үміттеміз. Шымкент қаласына баруға сенеміз. 13-ші Дельфийлік ойындарына осымен 4-ші рет қатысып отырмын. Қаржаудың әні көл қайнар және де халық әні жылойда айтып шықтым. Ендігі әділқазылардың шешімін күту қалды. Басқа да қатысушыларға сәттілік және өзіме де сәттілік тілеймін. Дельфий ойындары ары қарай жалғасын таба берсін деп тілеймін. Міне, құрметті достар, Дельфий ойындары өз мәресіне жетіп те қалды. Барлық қатысушылар жоғарғы деңгейде өнер көрсетті деген сенімдеміз. Енді тек әділқазылардың шешімін күту ғана қалды. Барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз.